қалыптастырудың негізгі жағдайы ұжым болады деп көрсетті Анатолий Васильевич Луначарский. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Мен география пәнінің Lesson Study зерттеу тобының модераторы Кенжеғұлова Жазира Жұмалиевна. Lesson Study тәжірибелі мұғалімдермен қатар еңбек жолын жаңа бастаған мамандарға да кәсіби жетілуге көмектеседі. Lesson Study'дің ерекшеліктері жеке оқушының қажеттіліктеріне қарап оқыту, мұғалімнің бірге отырып жұмыс жасау. Түйінде идеялар, сыныпта жүргізілетін және бірлесе жоспарлайтын, оқытатын, зерттелетін сабақтарда оқуларды бақылайтын және талдайтын эксперименталдық зерттеудің ерекшелігі. Мысалы, бүгінгі уақытта бізде Lesson Study зерттеу тобының бірінші, екінші цикл зерттеу сабағы аяқталды. Мұнда 7-ші К сыныбы білім сапасын көтеруге бағытталған. Жасалған жұмыстар, сабақ жоспарлары, транскриптер өткізілген сабақ барысы, рефлексия, қаттама жасалған. Сол алынған сыныптың 3 жылдық сапасы және осы биылғы жылғы сапасы, ең төменгі сапасы, жоғарғы сапасы көрсетілген. Бүгін бізде Lesson Study зерттеу сабағының 3-ші циклының 1-ші сабағы. Бүгінгі сабақты география пәні мұғалімі Құрбанова Жұлдыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы инфрақұрылым, соның ішінде көлік инфрақұрылымы. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бірге тамашалайық. Бүгінгі сабағымыз бастамас бұрын сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз жақсы оқушылар. Яғни бүгінгі біздің сабағымызға әсер ететін талқылау әдісі арқылы мен сіздерге жақсы көңіл күйде сіздерге тілек алып келдім. Яғни осы тілекті оқи отырып, сіздер өздеріңізге бүгінгі сабақтарыңызға жақсы көңіл күй тілеймін. Мынаны бір-бірін алып, оқыңыздар. Бір-бірін алып, оқыңыздар, ата жерлеріңіздер. Адал бол. Тез орнына тұрамыз. Қайсар бол. Тез орнына тұрамыз. Дарынды бол дейді, аха. Ұшқыр бол. Ұшқыр бол, иә. Көшбасшы бол. Көшбасшы бол. Ізденімпаз бол. Аха. Әдепті бол. Табан оқып, әдепті бол, аха. Үздік бол. Зейін ашылсын. Зейін ашылсын. Иә, үшінші. Алғыр бол. Шалабайда бол. Ақылды бол. Сауатты бол. Күшін көп болсын. Яғни оқушылар, осы ең сіздерге тілеген тілектің барлығы бүгінгі сабақта бойларыңыздан табылсын деп тілеймін, иә? Олай болса бізде үйге тапсырма бізде табиғат ресурстары болады, иә? Телефондарыңызды алыңыздар, мен айттым ғой, олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақты еске түсіре отырып, біз үй тапсырмасын орындап жіберейік. Өткен сабақта біздің үй тапсырмамыз қандай еді? Табиғи ресурстар болатын, иә? Телефондарыңызды алыңыздар. Сіздер интернеттен, Google-дан қоқып интернеттеріңіздер, иә? Аха, жаңасы келді. 167 47 71 нөмерін теріп, тез тіркеле қойыңыздар, тез етіп. Басқаларыңыз тез.
Şunadan ne görüp үлгердіңіздер? Яғни көліктердің түрлі көліктерді біз көрдік, иә? Жарайсыздар? Құрылымы, жалпы бізде көлік инфрақұрылымы дегеніміз не? Жалпы көлік инфрақұрылымына келмес бұрын біз есеп түсірейікші, бұған дейін ата-бабамыз біздің қандай көлік түрлерін тұтынған еді? Есепті түсірейікші? Жылқы, арба, түйе, есек, яғни атқа жегілген арбаларды біздің ата-бабамыз істеді, қолданды. Кім айтады? Инфрақұрылым дегеніміз не? Абай, инфрақұрылым дегеніміз материалдық өндіріске және тұрғындарға қызмет көрсету саласында ірі тобы. Иә, жалпы инфрақұрылым дегеніміз жаңағыдай халыққа қызмет көрсететін салалардың үлкен тобы болып есептеледі, отыра ғой. Енді осы инфрақұрылым ішінде көлік жүйесі бізде, көлік инфрақұрылымы, яғни көлік инфрақұрылымы. Жалпы бізде көлікті не үшін қолданамыз? Көлікті не үшін қолданамыз? Күнделікті бір жерден басқа жерге өту үшін және де өзіміздің заттарымызды алу үшін. Яғни жолаушы тасымалдау үшін және де жүк тасымалдау үшін қолданамыз, иә? Енді бұл біз көліктің су көлігі, құрылым көлігі, яғни өздеріңіз алдарыңызда қарап отырған болсаңыздар, топтарыңызда аты осыған сәйкес келіп тұр, әуе, су, құрылым көлігі болып. Енді жүйесін әлем елдерімен сәтті ықпалдастыру. Осылайша транспорттық әлеуетті барынша тиімді пайдалану маңызды. Енді осы бағдарламаның негізгі жобаларына тоқталып өтсек, еліміздің құрылысы 2011 жылы басталған Батыс Еуропа, Батыс республикалық маңызы бар жолдар ақылы жүйеге көше бастады. Мысалы, Астана-Щучье тасжолы. Жыл басынан бері бұл автомат 2020 жылға дейін 8 мыңнан аса темір жолда жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ 30 мың шақырым автожол жаңғыртылмақ, ал теңіз порттарының қуаты инфрақұрылымы үшке бөлінеді қоя, әуе, су, құрылым. Енді кітаптарыңызда осы тақырыпшалар берілген сіздерде. Кітаптарыңызды аша отырып, мен қазір парақ беремін. Осы параққа жазасыздар. Яғни мына жерде су көлігі бойынша бірінші жаңағы күшті жақтарын жазасыздар. Одан кейін әлсіз жақтарын, кез келген нәрсенің жақсы жаман жағы болады ғой, сол сияқты күшті, әлсіз және де мүмкіндіктері және қауіп-қатерін жазасыздар. Иә? Бірінші кітапты жаңа видеороликті тыңдадыңыздар, оған қосып кітаптарыңызды бірінші оқып алыңыздар. Одан кейін барып, осыны маған топ болып, топпен орындап, топтық жұмыс жасай отырып
қарағанда. Ал және де оның әлсіз жақтары ол ақшаға тәуелді болады және де ауа райына. Егер де ауа райы қолайсыз болып тұратын болса, біз әуе көлігіне шыға алмаймыз. Ауа райына қолайлы болғаннан кейін ол бізге әлсіз жақтар болып тиеді. Ал қауіп қатеріне келетін болса, қауіп қатері ол апат жағдайларға көп ұшырауымыз мүмкін. Және де оның әуе компаниясының салғырттығына байланысты немесе әуе көлігінің өзінің адамдарына байланысты болып қауіп қатерге ұшырауымыз мүмкін. Яғни апатты жағдайлар. Тосыннан деген климаттық жағдайға да байланысты. Ауа райына байланысты. Жақсы. Әуе көлігінде дағы мен Гүлмираны 5 деп бағалаймын, яғни сіздерге бүгінгі жұмыстарыңызға топ болып атсалысып отырамыз. Келесіңізде су көлігі шығарыңыздар. Оны арзан және жүк тасымалының алдыңғы орынға ие. Ал мүмкіндіктері тауар тасымалдайды, мысалы мұнай және химиялық заттарды және адамдарды тасымалдай алады. Әлсіз жақтар тасымалдау шектеулері және де ауа райына байланысты. Ал қауіп қатері келсе, жаңа компания су көлігінде қауіп қатер тудыруы мүмкін. Және жүргізушінің салғырттығына байланысты. Өйткені бізде теңіздегі мұхиттарда үлкен су тасқыны толқындар болған кезде бізде кеме қатынасы піседі, қиындап қалады, немесе тіпті ұстап та қалады. Жақсы жарайсыздар. Тарыменен тасымын. Жақсы. Жүргізуші мас болуы мүмкін және рөлде отырған кезде жан-жағына салғырт қарауы мүмкін және ұялы телефонмен сөйлесіп немесе ұялы телефонға назар аударады. Соның салдарынан жол салдарынан көбірек жол апатына түсуі мүмкін. Және мүмкіндіктерін айтып болсақ, жол тасымалдарын тез тасымалдауға мүмкіндіктер береді. Күшті жақтардан келетін болсақ, климаттық жағдайларға қарамайды және де жер үсті тасымалы шектелген емес. Ал әлсіз жақтарын айта кететін болсақ, жүргізушінің салғырттығына немесе алғы көлігінің арқасында жаңағыдай деп құрлық көлігі бізге нешеге бөлінді? теміржол, автокөлік және құрлық болды. Енді осының ішінде бізге ең тиімдісі қайсы? Автомобиль, неге? Не себепті? Яғни біздің үйімізге дейін баспаға келді. Яғни мысалы үйден отырып қағаз беретін болса, есіктен есікке дейін жеткізіп береді. Мүмкіндігі жоғары. Ал бізде жаңағыдай теміржол бізде десегі басқа көліктерге қарағанда жол таңдамайды. Ауа райына климат таңдамайды. Таңда мүмкіндіктері осылар. Жақсы отырыңыздар. Менен айтып өткенге жақсы. Оқушылар сіздерге жаңа ұшақтың суретін жауап бергендеріңіз үшін беріп жатырмын. Өйткені бізде ұшақ қандай болып есептеледі? Ең қымбат болып есептеледі ғой. Сол себептен сіздерге осы ұшақтың бейнесі бар стикерді сіздерге беріп жатырмын. Енді олай болса оқушылар келесі картамен жұмыс. Бізде дүние жүзіндегі әуежайлар бізде кім еді? Бірінші әуежай көлігі, әуе көлігі шыға қойсын. Номер қойса мәселен. Яғни бізде ең ірі әуежайлар дүние жүзі бойынша қай елдерде таралған? Басқа топтар назар аударып тыңдайық. Сіз ойыңдар, қай әуежай, қай Бізде Қытай мемлекетіне қарай барады. Сызамыз. Қарағашпен сызамыз. Қытай именно қайсы несіне? Одан кейін? Ал бізде Даллас әуежайы Африкаға. Африканың қай мемлекетіне? Әуежайы ол кезде. Теземіз. Қайда? Қайда қылдық? Келесі? Ханьяда әуежайы. Ханьяда қай жақта? Қытай. Қағыда? Хитроу қалды, және де Денвер қалды әуежайы. Хитроу қай жаққа? Денвер әуежайы. Ал сіздердің қателеріңізді көрейік.
Susan, Оңтүстік Корея деген. Қытайда, яғни ақтар. Türk'ten diye. Siz. Tamam, bizde kaldı. Aha. Havası bizde kaldı. Ресейде, ya. Bizde ilk сұрақ 3, 4, 5. Бесеуі дұрыс болды. Жарайсыздар? Көшірсаңыздар. Қостанай мен Көкшетау жатады, яғни Қостанай. Қазір. Көкшетау мен Қостанай. Одан соң бізде Павлодар мен Нұр-Сұлтан және Астана жатады. Biz қатысамыз, бар жоқ құттықта өте ақылды, біз екінші шықты. Алиманинен оқушылар, олай болса мен бүгінгі тақырыпқа байланысты сіздерге сұрақ қоямын. Сол сұрақта да қолданбасаңыздар да болады. Ал бірінші бізге бірінші топқа қойын. Мектепке қалай келдіңіз? Кемемен, аға? Мамамен. Ұшақ билетімен. 115 пен. Жарайсыздар. Келесі топқа мен қояйын. Жаңа Қазақстан сіздерге. Жаңа Қазақстанға қандай көлік ұсынар едіңіздер? Ұшатын білем. Қашағана. Осы тақырыпты қорытындылау ретінде сіздерге сұрақ таратып беремін. Осы сұраққа тез жауап бересіздер. Және де одан кейін барып бір-бірлеріңізге алмасып тексересіздер, бір-бірлеріңізге баға қоясыздар. Артынан есімдеріңізді жазып ұмытпаңыздар. Жарайды ма, иә? Яғни бізде әуе көлігі бізде не? Ең қымбат көлік қой, иә? Осында алып кеп, мен таратқан жазыр стикер таратамын, сол стикерді осында алып кеп, артынан жөнелтке салсаңыздар болады, иә? Ал егер де сабақтан әлде алатыным бар, мен үшін сабақ орта деңгейде, яғни әлде мен түсінбеген алатын жерім бар десеңіздер, кеме көлігіне әкеп стикер саласыздар. Одан кейін біздер соңғы құрылық көлігіне, яғни тағы да өзінің ұсыныстарым бар, немесе әлі білмеген тұстарын